Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қалдеріңіз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Неге бұны мойныма тағып алдым десеңіздер, бүгін кепкен жасыл бұрыштан түріктің долмасын дайындайтын боламыз. Яғни фаршированный перец дейміз. Куру бибер долмасын дайындайтын боламын. Соның рецептісімен сіздермен бөлісемін. Жалпы менің осы YouTube каналымда жаз мезгілінде түсірген видео бар. Осы жасыл бұрыштарды қалай кептіргенім, оның қалай сақтағаным барлығы туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп, сол видеоны түсірген болатынмын. Сіздерге мүмкін қызық болар деп сол видеоны қайтып көргілеріңіз келсе, егерде сілтемесін осы жерге қалдырып кетемін. Және де сілтемесін міндетті түрде осы видеоның описаниесіне қалдырып кетемін. Бұл негізінен жасыл бұрыштар, бірақ кепкен кезде осындай қып-қызыл болып тұр. Яғни кепкен кезде жасыл бұрыш қызарады. Сонымен қатар ол видео тек қана жасыл бұрышты ғана емес, баклажанды да кептірген болатынмын. Қызық болса ашып қараңыздар сол видеоны. Енді мінекей осы бұрыштарымды мен осы қыста енді қызығын көрдім десем болады. Үйге қонақтар келгенде, жалпы өзімізге деп жиі дайындадым. Және де дәмі шынымен де өте ерекше, керемет. Негізінен түрік әйелдері жаз мезгілінде тек қана бұрышты ғана емес, көптеген басқа да көкөністерді кептіреді. Неге десеңіздер, өйткені қыс мезгілінде бір жағынан олардың бағасы өте қымбат болса, бір жағынан қыс мезгілінде көкөністер негізінен жаңағы дәрімен өсетін болғандықтан онша денсаулыққа пайдалы емес деп, осы жаз мезгілінде нақты өзінің пісетін уақытында көптеген көкөністерді түрік әйелдері кептіреді. Соның ішінде осы жасыл бұрышты кептіріп, қыс уақытында одан осындай тағам дайындайды, куру бибер долмасы деген. Енді өкінішке орай баклажандарым бітіп қалды. Сол кезде баклажанды аз кептірген болатынмын. Баклажандарым тез бітіп қалды. Дегенмен де бүгін бұрышты қалай пісіру қажеттігін көрсетемін, қандай тағам дайындайтынын көрсетемін. Баклажандарды дәл сондай технологиямен дайындалады, негізінен ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Сондықтан да егер мүмкін сіздерге қызық болар, менімен бірге болыңыздар. Сонымен бастайық. Кепкен бұрыш қатты болған соң, оны суға салып, қайнатып, жұмсартып аламыз. Шамамен 10 минут уақыттай қайнаттым. Содан соң суын төгіп, таза салқын су құйып, осы бұрыштарымды жуып аламын алдымен. Ішін сыртын көріп тұрғандарыңыздай бұрыш жұмсарды. Ішін сыртын айналдыра отырып, жақсылап жуып аламын. Салмасын дайындап бастадым. Ол үшін маған шамамен 250 граммдай ет фаршы қажет болды. Бір орташа пиязды текшелеп турадым. Жарты стақаннан сәл көптеу күріш, мұнда менде алдын ала жуып алдым салқын суда. Және де бір тіс сарымсақты ұсақ етіп турадым осылайша. Және де мұнда менде дәмдеуіштер және тұз. Содан соң сумақ деген дәмдеуіш, зере, қара бұрыш, қызыл бұрыш және кептірілген жалбыз. Және де сұйық май, кішкене ғана еті майлы болған соң сұйық майды өте аз қосып жатырмын. Етім егер майлы болмаса, сұйық майды көбірек қосушы едім. Және бір ас қасық томат пастасы. Кезекпен кезек араластырып бастаймын. Негізінен түрік әйелдері салмасын дайындаған кезде ішіне етті өте аз қосып, көбіне күріші мен булгурын толтырып салады. Мен енді қазақшылыққа салынып, еті мол болсын деп ет саламын. Булгур көп қоса бермеймін. Және жақында бір қызық жағдай болған, бір туысқан апайым сұраған: "Салтанат, сенің жасаған долмаң дәмі ерекше, керемет болып шыққан, ішіне не қостың?" деп.
Мен де ішіне сол етті көбірек қосқанымды айтқан кезде ол кісі күліп, шынымен де еттің орны ерекше ғой, дәмі өте керемет шықты деп мақтап кеткен болатын. Мен де қуанып қалдым. Мұнда менде 16 штук бұрыш. Бұл біздің отбасымызға кешкі асқа бір жеуге жетерліктей. Және әр бұрышымды осы салмамен толтырып жатырмын. Қасықпен салманы сала отырып, бұрыштың ішкі жағы жартысынан сәл көптеу толуы қажет. Және де қолмен осы шет жақтарын, жоғарғы жақтарын жауып қысып қойып жатырмын. Сол кезде бұрышымыздың ішкі салмасы сыртына шығып кетпейтін болады, піскен кезде әдемі болып пісіп шығатын болады. Енді осы бұрышымыз пісетін ыдысымызды алып, астыңғы жағына кішкене сұйық май құямын. Піскен кезде долмалар жабысып қалмауы қажет. Енді әдемілеп орналастырамын. Орналастырған кезде мына жаңағы ашық жері долманың ортасына қарай қарап тұруы қажет. Сол кезде піскен кезде ішкі салмасы шығып кетпей, әдемі болып піседі. Мінекей осылайша орналастырдым. Аузы жағы ортасына қарап тұрады әрбір бұрыштың. Және үстіне осындай қақпақпен жауып қойып жатырмын. Негізінен кейбіреулері кәдімгі тәрелкемен де жауып қояды үстінен. Сол кезде пісіп жатқан кезде жаңағыдай салмасы шығып кетпей дұрыстап пісетін болады. Және де су құйып жатырмын. Маңызды емес, салқын суда болады құюға, ыстық суда болады бірден құюға. Мен салқын су құйып жатырмын. Міне бұрыштарым сәл ғана үстін жабатындай ғана етіп құйдым суды. Ыдысымызды осы газге қойып, оттың дәрежесі аз дәрежеде болу қажет. Сондай аз дәрежедегі отта қарапайым кастрөлде шамамен 50 минут уақыттай піседі. Енді менде мұнда тез пісіретін скороварка болған соң, менікі 25 минутта пісірді. Бірақ қарапайым ыдыста, қарапайым кастрөлде шамамен 50 минутта аз дәрежеде отта пісіп шығады. Және де пісіп шыққаннан кейін бірден де жеуге болады долмаларды, бірақ негізінен көбіне көп біз 1-2 сағат күткенді жақсы көреміз. Мысалға, кешке жейтін болсақ, обедте пісіріп қоямын әдетте. Сол кезде долма өз-өзіне келіп, еті, күріші, барлық дәмдеуіштері бір-біріне жақсы сіңіп, осы өз-өзіне келіп алады десек болады. Бұл тағамның жанына мен түріктің дәстүрлі тіске басары джаджик дайындауды жөн көрдім. Джаджикті табиғи осы сүзме йогурттан дайындайды. Сүзме йогурт деген Түркияда кеңінен танымал, көптеп сатылатын осы табиғи йогуртты сүзген кезде содан пайда болатын осы әлдеқайда қою консистенциялы йогурт, соны сүзме йогурт деп атайды. Содан осыны дайындайды. Осы тіске басарды ол үшін қиярды осындай ұсақ жіңішке қылып турап алдым. Негізінен 4 бұрышты қылып турайтындар бар. Йогурттың ішіне қосып, араластырып, енді дәміне қарай тұз қосып жатырмын. Және маңызды ингредиент бұл кептірілген жалбыз, сушеная мята дейді ғой орысша. Осы кептірілген жалбыз кеңінен қолданылады Түркияда. Және де ішіне кішкене сумақ деген дәмдеуішті қостым, кішкене сұйық май қостым. Және жақсылап араластырып жатырмын. Осы джаджикті мен алғаш рет Астанаға қыдырып барған кезімде Қазақстанда бір түрік ресторанынан жеп көрген болатынмын. Ол жерде бірақ салат дегеннің ішінде осы джаджик тұрған болатын. Оны заказ беріп алған кезде мұндай да салат болады екен ғой деп таң қалған болатынмын. Содан бері әлі есімде қалды. Және де қазір көріп отырсыздар, кішкене су қостым. Су қосқан кезде бұл жаңағы біздің джаджик сәл ғана осы сұйықтау болу қажет, қатты қою болса да болмайды. Және де кішкене қызыл бұрыш қостым. Сонымен менің тіске басарым дайын. Қазір дәмін татып көреміз бірге. Шетінен бастап
Жейін міне қараңыздар. Өте оңай шықты, мінекей. Ох. Міне қараңыздар, қандай жұмсақ. Ішінен деген су ағып тұр ғой. Сочный болып, жаңағы қалай сулы дей ма? Сондай болып шыққан, күшті болып. Дәмі өте ерекше. Жегенде арманда, жемегенде арманда дегендей. Ой, түсіп кетті. Кешірім сұраймын. Камераға қарап жеген кейде ыңғайлы, кейде ыңғайсыз. Мінекей. Өте жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздерге көрсетейін деп. Дәмінің қаншалықты керемет болғанын сіздерге жеткізе алмай тұрмын. Мінекей. Негізінен Түркияда кептірілген бұрыш өте көп сатылады, кәдімгі дүкендерде. Бірақ енді біздің жақта сатылмайтын болғандықтан, енді өзіңіз кептіріп жасап көрсеңіздер де болады. Дәмі енді айтып жеткізе алмаймын, өте керемет дәмі. Менің видеом соңына келіп жетті. Егер видеом ұнаған болса, лайк қоя кетіңіздер. Міндетті түрде каналыма жазылып қойыңыздар. Бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер астына. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сонымен сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.